Сәлем достар, кез келген той дастарханның сәнін келтіретін сельдь подшуба салатын өзімнің нұсқамен ұсынамын. Картоп, сәбіз, қызылшаны суға асып пісіріп аламыз, және осындай кольцо керек болады, немесе дөңгелек кез келген ыдысты алсаңыздар болады. Картопты үкіштің ең кіші көзінен өткізіп, осындай видеодағыдай қылып жаямыз. Содан соң соусын дайындаймыз, яғни үкіштен өткізілген сарымсаққа тұз, майонез қосып араластырып, осы жайылған картоптың бетіне жағамыз. Содан кейін сәбізді де өткіземіз, екінші қатарға бетін тегістеп жайып шығамыз, және соусты тағы жағамыз. Үшінші қатарға селедкамызды қойып шығамыз. Мен дүкеннен дайын селедка алдым, осылай қойып шығасыздар. Және төртінші қатарға тағы да картопымызды үкіштен өткізіп саламыз. Тағы да бетін тегістеп, бетіне соусымызды жағамыз. Бесінші қатарға қызылшаны үкіштен өткізіп саламыз. Өстіп салғаннан кейін бетін әсемдеу үшін майонезбен осылай жасаймыз. Содан кейін бетіне жұмыртқаны сарысын үкіштен өткізіп саламыз. Болғаннан кейін кольцомызды асықпай баппен аламыз. Осындай әдемі болып біздің салатымыз дайын болып шығады. Сіздерге ұнаса жасап көріңіздер. Комментарий қалдырып каналға тіркеліп кетіңіздер.